Сәлем қыздар, ең алдымен рецепті көрсетпес бұрын сіздерге бір хабарлама айтып кеткім келіп отыр. Мен сияқты фудблогер тәте туралы. Ол кісі үлкен кісі, өзі пенсияға шыққан, аты Гүлдана тәте. Тоже каналы бар YouTube'да. Каналының аты Дәмді ас деп аталады. Осылай YouTube'ға, поисковикқа Дәмді ас деп жазсаңыз, мінекей осындай каналы шықты. Және каналына кірген кезде видеоны бассаңыз, тек қана сол кісінің видеолары шығады. Астында подписаться деген қызыл кнопка бар. Сол кнопканы бассаңыз, тәтенің каналына жазыласыз. Мына жерде тек қана Гүлдана тәтенің видеолары, тағамдары өте керемет, сондай ұлттық тағамдар дайындайды. Мінекей Дәмді ас қазақша рецепттің қасында подписация кнопкасы тұр. Соны басса, соның қасында қоңырауша тұр. Қоңыраушаны басқан кезде үсті жағында все дегенді бассаңыз, сіз тәте жаңа рецепт салған кезде сіздерге міндетті түрде сообщение келіп тұрады, жаңа видео пайда болды осы каналда деген сияқты. Міндетті түрде тәтенің каналына тіркеліп қойыңыздар, қыздар. Қазақша YouTube каналдарымыз өте аз, қазақша контентімізді, қазақша фудблогерларымызды қолдайық, сондықтан сол кісіге жазылып қойыңыздар деген өтінішім бар сіздерге. Және де менің каналыма да тіркелу үшін солай поисковикқа сәлемін жазсаңыздар, YouTube'тың осындай менің каналым шығады. Міндетті түрде қоңыраушаны басып қойыңыздар. Сонда менің жаңа видеоларымды жіберіп алмайсыздар. Солай қыздар, Дәмді ас каналына міндетті түрде тіркелулеріңізді сұраймын. Ендеше өте дәмді пигоди тағамымызды аяғына дейін көріңіздер. Ең алдымен пигодиіміздің қамырын ашытып аламыз. Ол үшін ұнға сұйық май және ашытқымызды салдық, бір ас қасықтай. Жылы суға тұзды салып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз көтеріліп ашу керек, ол үшін 40 минут немесе 1 сағат уақыт кетеді. Қамыр ашығанша біз фаршын дайындап аламыз. Фаршы кішкене майлы болған жақсы. Ет және май қосасыздар, пияз және пекин капустасының жұмсақ бөлігін алып, осылай ұсақтап турап алдық. Пиязымызды ұсақтап турадық және ет пен май араласқан фаршымызды салып, тұз қосамыз, қара бұрыш және ұнтақталған кепкен кинза. Сондай дәмдеуіш бар. Барлығын қосып, жақсылап араластырамыз. Пекин капустасымен сондай сулы, өте дәмді болады. Негізі жай орам жапырақпен де дайындайды. Қамырымыз көтеріліп дайын болды. Қолымызға май жағып аламыз. Осылай дөңгелектеп бөлшектерге бөліп аламыз қамырды. Менде осы қамырдан 14 пигоди шықты. Дайындап алдық. Енді біз саусақтарымызбен ғана басып шығамыз. Оқтаудың қажеті жоқ бұл жерде. Өйткені ашығаннан жақсы көтеріліп пісу керек. Алақанымызбен басып шығамыз да фаршты салып, осылай түйіп шығамыз. Егер сіз қошан түйу тәсілін білсеңіз, дәл солай түйесіз. Мінекей, жақсылап қаттылап жабамыз. Осылай түйіп шығамыз. Піскен кезде осы түйген жағынан ашып, арасына корейский морковьті салып жейді. Мантоварканы майлап орналастырып болдық. 45 минут пісіреміз. Қандай? Әдойни? Қандай? Мантының маласы ғой бұл. Әділет бала менің... Супер вкусно! Вкусно, же ғой, ас болсын. Пигодиді мантының мамасы деп отыр, қара балам менің. Да, мантыға ұқсайды. Неке, біз пигодиіміз дайын болды. Дәмін көрейік. Байтса аямай басып отырыңыздар. Колокольчикті басыңдар, достар. Подписаться етіңдер.
Мінекей қыздар, пигодиіміз дайын болды. Негізі Корея халқы осылай жасайды екен, жаңағы пекин капустасымен, және осылай арасы ашық болу керек екен. Менікі как раз піскен кезде ашылды өзі, және осы ашылған жеріне корейский морковьті салып жейді екен, сонда дәмді болады. Осылай арасына салып өстіп жесе дәмді. Және тағы ашты, сондай дәмдеуіштер қосып жесеңіздер болады. Рецепті ұнаса міндетті түрде пісіріп көріңіздер. Дәмді ма, манты? Пигоди де, пигоди. 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 Сен ше мантының бауасына құсайсың ғой? Арасын көрсетейін. Арасын мандай. Қараңыздар, менікі де сондай. Ет. Как аппетитно. Өте дәмді, жеп жеңіл, өзі үлкен көрінгенмен ашыған қамыр болғандықтан жеп жеңіл. Аты қандай? Пигоди. Әскелем, күштерді.